Динара кетіп па? Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Алейкум. Барбом. Суықта шаршамай, тоңбай. Немен бансыз? Сол үйдің тірлігі сол заказдар. Біз халық арасында жаңа қаһармандарды жаратамыз. Әркім өз өмірдің қаһарманы. Егер де разы болсаңыз, бүгін сізбенен жақыннан сәубеттесеміз. Мейлі. Қазір мен мына нелерімді өшіріп алайын. Ішке кірейік. Әке, кейде сезімдерін толық көрсетпесе де мехрадария аңса. Бар өмірі ғамде күш қуатын, шаңырағы ғамде перзенттеріне бағышлайды. Бәлкім, суықларда тоңады. Кейде біздер үшін ауыр ниет қылады. Хәтте бізді ойлап өзін ұмытады. Ана болса бағышлайды бар өмірін біз үшін. Оған сөздер жетпес, тәриплеу үшін. Бүгін біз сөз ете тұғын инсанлар перзенттері жанкүйері, хақиқи қаһарман, ата-ана. Қалайсыз аға? Арман, шаршап отырған жоқсыз ба? Жоқ, енді шаршау деген. Мен енді осы Тақаташ районында туылып өскен жерім осы. Самрат Борынғалимын. Шаңырақлымын осы. Үш перзенттің әкесімін осы. Демек, үш перзенттің әкесімен дедіңіз. Келің сәубетімізде көбірек әке сыпатында сәубетлесеміз сізбенен. Перзенттеріңіз хақында айтып берсеңіз, өзі негізі перзент тәрбиесінде көбірек не нәрселерге итібар беру керек? Көбірек сол перзенттерге итібар бергенде сол тәрбиелеріне қарау керек та, ол перзенттің тәрбиесіне қарау керек. Сол әр затқа бір не кетпеу керек та, орнып. Үшеу болғаннан кейін бір-бірінен не өседі да бұлар. Бір-біріне қарап, сондай. Үлкені бар, кішкентайын жаңағыдай ерке болады, ортаншысы. Кішкентай ерке болады. Кішкентай ерке болады. Ол ортаншысы қызғанан еркелегісі келеді болды. Бәрінен бірдей көреміз енді. Еркелетеміз, керек жерінде жаңағыдай бақырбан аламыз оларға. Оқуларында болады. Оқуларына да жаңағыдай қарасамыз бар. Өзі перзент тәрбиесінде ер адамның рөлі қандай? Ер адамның тәрбиесінің ахметі? Ер адам тәрбиесі. Сол қыз перзентке қарағанда ұл перзентті ер адам не қылу керек та. Қыздай болмайды да ол. Жоралары болады, нелері болады. Сонда басқа нелерге не кетпеу керек та. Енді әйел адам қызға жақсы тәрбиеледі. Еркек адам ұлға қарау керек та. Ер адам үшін әкесінің тәрбиесі ахметлі. Ахметлі да ол. Үшеу болғаннан кейін бұлар жаңағыдай бір-бірімен ұрсып қалады. Сол кезде қой. Әке қадағалау керек. Әке қадағалау керек та. Енді кімдердер айтады, перзент тәрбиесінде қатты қол болу керек дейді. Ал кімдердер болса, еркін қол өсіру керек дейді. Сіздің болған көзқарасыңыз қандай? Өзіңіз қандай мünәсәбәт етесіз перзенттеріңізге? Жоқ, қатты қол болғанда дым қатты қол бола бермейміз ғой, енді өзің перзентің болғаннан кейін уақыты бар, несі бар бәрінің. Қатты қол болатын жерінде қатты қол болу керек, еркелететін жерінде еркелету керек. Олар дым бос жаңағыдай не ұстай берсең, ерке ұстай берсең, олар дым тәртіпсіз болып кетеді ол балалар. Үлкен перзентім ашық мінезі, жақсы. Сол көбіне көп сол үлкен перзентім екі немді, жаңағы баламды таярлайды спортқа. Біздерім сол не қылып айтамыз, өкелеріне көмектес, не қыл деп. Үлкен перзентім мінезі ашық. Кейін ортаншысы нелеу, мінезі ауырлау. Одан кішкентайым шаққаллау. Үшеуді әйтеуір әзір спортқа қатынап, нелерді алып жатыр медалларды.
Тренерлеріне де рахмет, әммесіне рахмет әйтеуір. Үлес қосып атырыпты, үйретіп атырыпты, ұстазлары, оқуда да жақсы оқиды бұлар. Бір заттарға жетіспей қалады, бір заттардан налып келеді. Сол кездерінде әкенің орны керек ол жерде. Шешенің орны керек болады. Сол кезде әке, шеше екеуі бірігіп, қой ондай болмайды, бұндай болады деп азғантай поддержка беру керек та, енді гәптің қысқасы. Поддержка бермесеңіз, ол басқа нелерді ойлап, басқа жолдарға түсуі мүмкін да. Перзентлерді достай болып не қылу керек, олармен іслесу керек, тәртіппен болу керек орында. Сол папасымен ойласып бірге не қыламыз, көмектесеміз. Анасы бар-бір көбірек еркелетеді ғой перзенттерді. Сізде қандай? Менің еркелетемін, сол достай болып өзің жаңағы сол көп нәрсені өзіме айтады, кейін біздер папасына айтамыз. Сондай деп. Кішкентай балаңыз еркелік болса керек, бар-бір кішкене бала болған үшін. Ава еркелеу ол. Үшеуінен теңдей көремен, үшеуі де маған үй жұмыстарында да көмектеседі. Сол үш балам сол қыздың орнын басады. Сізге жәрдемдеседі? Маған жәрдемдеседі, көбіне көп. Қызым жоқ деп налмаймын. Құдайға шүкір, үш перзентім алдымда аман болсын. Перзенттеріңіз спорт бойынша шұғылданады дедіңіз, Иә. Қайсы спорт түрімен? Мамасына айттым, бұларды бір затпен бәнд қылайық дедім да. Бір затпен бәнд қылсақ, әмме бір заттарға жетсін деп, үшеуінен апардық. Үшеуі де сол карате несіне қатынап бастады арасында. Қандай өздерінен қызығушылық пайда болып қатынап басталған ба, яки болмаса сіз өзіңіз ұсыныс еткенсіз бе? Үлкені қызыққан, бірінші үлкен балам қызыққан бұл. Бұл неге? Алдын мектепте Жүсіп деген тренер болған. Жаңағыдай рукопашныйға барып, балдармен бірге не қылған. Содан каратеге барамыз деп не қылды бұлар. Содан яқшы деп кішкентайына ортаншыға айтты, менен барамын деді. Ол кішкентай қаламау одан, үшеуі бірден кетті. Қазірде үшеуден кетті. Үшеуі бір жерге барамыз деп, үшеуі бір жерге барды. Үш бақадыр болып кетті. Болмаса барған жерінде жаңағыдай бокс, күрес нелері болған да көректілері. Яқ, біздер үшеуіне бірден барамыз деді. Үшеуі бірден барды. 3-4 жылдан бері сода қатынап атырды. Қызығушылығыңыз қалай пайда болған? Өзіңіздің қалеуіңізбен шұғылданғансыз ба, яки болмаса ата-анаңыз себепші болған ба? Өзіміздің қалеуімізбен барғанбыз. Ата-анамыз жетектеп апарған. Бізді қолдап қуатлаған ата-анамыз болады. Неше жылдан бері шұғылданасыз? 3 жылдан бері. 3 жылдан бері. Мен 7 класста оқимын, карате түрі бойынша 3 жылдан бері қатынаймын. Мен екінші перзентпін. Шаңырақта екінші перзентсіз. Әкем біздерді жарысқа баратын болсақ, қасымызда жүреді, біздерді қуатлайды, көріп тұрады жарыстарды. Біздер содан чемпион боламыз. Әкеңіздің қолдап қуатлауы нәтижесінде. Ата-анам спортпен шұғылдануды қадағалап тұрады. Папа-мамамды қатты жақсы көрем. Мен орындасам олар қуанып. Бақтыма менен артық қуанатұғын. Өзінен де көп маған қайғыратұғын. Әке, менің бір күлкім үшін барлығын бағышлайды. Шадлы балалығымның қуанышлы демлер себепшісі. Менің қаһарманым. Көріп тұрсаңыз өрмелерді, үш перзентіңіздің суретлері қыстырылып тұрды. Қасарда жинаған медаллары бар. Үшеуінің медалы не? Мына үлкеннен бастайық. Үлкені алдынан бір қызығушылық болып не қылғаннан кейін бұда жастылар несінен барып не қылғаннан кейін азғанда үлкен болғаннан кейін бая медалы көптеу. Ортаншысы оған жарысып алады. Ол кішкентай ана екеуін көріп одан өтемін дейді. Кішкентайда кішкентай болуына қарамастан медаллары жақынап қалған. Аз емес саны. Аз емес. Ұмтылады да, анаусына қарап, мынаусына қарап бір-біріне ұмтылып не қылады да бұлар. Мен алуым керек, енді мен алуым керек деп барады да. Медалларын санап жүреді. Санап жүреді, жарысып санап жүреді. Менікі анандай болды, бүгін 10 болды, 11 болды деп бір-біріне қарап. Кішкентай күн жақында несін кубогынан алып келді мына неден. Кубок? Кубогынан алып келді кішкентай. Қарақалпақстан несінде кубок не қылды. Сол кубогынан алып келді да бұл. Аналар
бестерінде не болмаған ба, сол сәл неле болды, екінші орындарды алып келді олар. Бірінші орынға кубок, екінші орынға ондай диплом нелер берілді, сол кезде екінші орынды алды. Перзентлеріңіз жеңімпаз болып келген уақытта үйде қандай қылып нышанлайсыз? Қуанып, жаңағыдай айтқанын әперу керек, сол кездер назат әперіп қоямын, назат әперіп кетпесе алдын бұлар жаңағыдай айтып кетті, мындай қылу керек, бүгін палау пісіріп қоясың мама деп, сондайларын дайындап қоямыз. Жеңімпаз болып келсең. Жеңімпаз болып келсең, неғысын, сол дайындап отырамыз, күтіп отырамыз солар. Перзенттеріміз үшін. Перзенттер үшін мамасын айтамыз, бүгін мынандай қой, жоқ жатпасам маған айтады, алып келесің, барып алып келем, дайындап отырамыз. Мамасы кетеді кей кезде жағдай, жарысқа мамасы айтады, үйде мынандай қой, әз барамыз деп. Сол кезде мен дайындап отыру керек болып қалады сол кезде. Сіз дайындайсыз. Мен дайындап қоямын сол кезде. Назаттар дайындап қойды, сол кезде мен дайындап қойыма тура келеді сол жерде. Енді білеміз, аға інілер және бір спорт түріне қатынайтын болса, үйде шұғылланып көріп, сондай заттар болса керек. Шүйіне де жаңағыдай не болып, мен кей кезде жаңағыдай не болып тұрам, мешок болып тұрам, жаңағыдай не болып ұстап тұратын заттар бар, соларды мен ұстап тұруға тура келеді. Бұлар біргелікте шұғылланасыз. Біргелікте шұғылдануымызға тура келеді сол кезде. Жүгіруіне жаңағыдай далаға шығып, оған жүгіріп келуім керек. Қастарында жаңағыдай мынандай заттарын істелеп үйретуіме тура келеді. Перзенттеріңізбенен бірге істеуіме тура келеді кей кездері. Жаңағыдай күресіп не қылатын жерлері болады. Сол кездерде мен мешок қылып жаңағыдай жәрдем беріп тұруыма тура келеді да, ұстап тұр жаңағыдай. Кішкентайында дым неғылса бесің тура келмей қалады деп жаңағыдай үйретіп бір-біріне. Шу бір-біріне қарап, папа сен мынандай қылып тұруың керек деп, мынандай қылып тұруың керек дейді. Сол кезде соларына көмектесіп тұрам мен. Жәрдемдесіп та бір-біріне. Сөйтіп бұлар дайындалады, музыканы қойып бір-біріне. Музыка қойып шұғылданады. Музыканы қойып дайындалады сол кезде. Мамасы айтамыз, мамасының ham керек жерлері болып қалады ол кезде. Мамасы да келіп көмектесіп кетеді арасында. Құры жағдай не қылып тұрмайды, мамасына да айтады, дайындалу керек, сол заттар керек болып. Сөйтіп мамасы да келіп көмектеседі. Ең бірінші рет перзентіңіз жеңімпаз болып, медаль алып келген уақытта қандай сезімдер сезгенсіз? Мына жолда мен үйде қаласыз деді. Енді сіз бармай-ақ қойың деді да маған, яқшы дедім. Бармасам бармайын деп отырдым үйде. Қашан келеді бұлар? Азанда кетті, қашан келеді? Ішім пытырлап, кірем, шығам, жүре алмаймын үйде. Бір уақытта звондады, қайттық, біздер келе жатырмыз деді. Жолға шық. Нәтижесіне қызығып отырсыз? Нәтижесіне де қызығам, бірдеңе болып қалмады ма деп қызығам. Содан үйге кірем, шығам, бір уақытта звондап келе жатырмыз, ал енді не қылды екен, айтпайды, мынандай болды. Орын алмадық деп айтпайды. Енді бірден қуантайын дедім мені, сөйтіп келе жатырды. Мен көшеде тұрдым, шыдамай қарап, келе жатқан екен үшеуі. Папа деп келе жатырды да үшеуі. Сразу білдім ішінде, қуанышқа бар айтады ғой деп. Қарасам үшеуінде де медаль, жаңағыдай тақып, қолдарында дипломы қуанып жүгіріп келе жатыр. Көшеге шығып деген жылағым келіп тұрады, жаңағы өзім жеңісін көрсеңіз перзенттеріңіздің. Жеңісін көріп жылағым келіп тұрды да, жаңағы үш перзент. Мен ойлап едім, ондай болмайды деп, бәрібір де қуанған кезіңде көзіңнен жас ағызбайтын десем, бәрібір не қылады екен да, қуаныш жастары келеді екен да көзіңе. Қуанады екенсіз, қатты. Үйге әкеліп, қуанып, өзім тағамын, жаңағыдай нелерін аламын, суретке түсіремін. Жаңағыдайларына, ажапаларына, ағайындерімізге не мынандай болып жатырыпты мінекей. Не менің балам орын алды, Жұмабаевлар мінекей деп қуанамын да. Сол кездер қуанады, қатты қуанышқа не қылып, міне не қылған жаңағы мейвесін көресің, минетлерінің несін рәттерінен көретін уақыт бар екен ғой деп қуанады екен да адам деген. Ең дәсеп ана болған уақытта қандай сезімдерді сезгенсіз? Қуанғанмын мен. Балаларымды үлкейту мақсатым. Жақсы қылып жәмиетке қосу, ішімдегі ойым сондай ойлар шыққан, балаларымды бағу, камалға жетіру, оқыту, спортқа қатынату өзі ең бірінші немеді. Сол перзенттерім сол дәрежеге жетісіп кетуіне тырысамын да өзім. Қиыншылық болса да соған тұрып перзенттерім үшін сол тұрып беруіме, сол шаңырағым, сол не қылмасын,
балаларым қиналмасын деп соны тырысамын да, перзенттеріме болсын, осы ойлағандарына жетсін деймін да балаларым. 3 перзентім ол. Сол 3 перзентім ойлағандарына жетсін. Қиналған күндерім болатын, қуанған күндерім болатын. Соған қиналсам, соған тырысамын да мен. Солар үшін еш заттан қайтпаймын да мен. Ер адам күшті болмаса, шаңырақ болу, қатты қиынлауда еркек шыдап білу керек та, қиыншылыққа ұстап білу. Өмір жолы қиыншылықтардан барады. Ол бізге базада шатлығын әметсе, кейде қиыншылықтармен сынайды. Қиыншылықтар болса, бізді және де күшлі қылады. Сабырлы етіп тәрбиелейді. Өмірдің ащы дұшыларын аңлатады. Өмірде ер адам үшін ең ауыр нәрсе не деп ойлайсыз? Ең ауыр нәрсе туысқаныңды жоғалту, әкеңнен, жақындарыңнан ажыралу қатты қиын. Мен ағам болды 74 жыл. Бірге ойнап өстік, бір үйдің баласы болдық. Перзенттерім соған өсіп қалды да несі, үйреніп қалды. Сол қайтыс болып қалды да, енді кетті. Сол қатты ішіме түсіп қиналып қалғанмын сол кездер. Келіншегім көмектескен сол кездер маған. Мен перзенттерім екінші әкесі болды да ол. Сол кезде қатты қиналып кетемін. Ол ағам жақсы еді да. Мен түсінетін едім. Қай адам үшін ең үлкен бақыт не сізіңше? Шаңырағының амандығы, әке-шешең, туған туысқанларының барлығы, сол жәмиетке балаларды жақсы қылып тәрбиелеу. Ең жақсы ниетім солар. Бәрібір тұрмыста қиыншылықтар болады. Ана сыпатында бұндай қиыншылықтарда қандай жол тұтқансыз? Қиналғанбыз, көп қиналғанбыз. Ең басты сол бірінші перзентіме жүкілі кезінден бастап қиналып не қылғанбыз. Квартирада жүргенбіз, күйеуім екеуміз. Сөйтіп сол манты сатқанман, нелердің қасына барып, анау зат сатқанман майдаш үйде. Сөйтіп ептеп қожалық болып жатырмыз әзір. Қиыншылық көп болған. Әзірім қиналамыз, бірақ сабыр етеміз, Құдайға шүкір. Сабыр ету керек, шүкіршілік ету керек. Барлық затты шүкіршілік етіп, сабыр етіп жеңу керек. Өміріңде еш налудың керегі жоқ та, өмірде бәр зат болады да. Ойламаған затың болады, ойлаған затың болатын өмірде ол. Өмірде қиыншылық көрмеген адам не болатын шығар ол. Қиыншылық көреді, әмме адамдың қиыншылықтары болады ол. Өмірімнен мен әрдайым шүкіршілік етіп жасаймын да. 3 перзентім бар, шаңырағым бар, ата-анам, туған туысқанларым, жақынларым, елім тыныш, Құдайға шүкір. Барлығына менде арман, шүкіршілігім көп. Бақыт. Бұл барлықты аңлау, оны сезіну. Жоқшылықтар үшін даламай, өміріміздегі бар анамлар үшін мінедар болып, шүкіршілік етіп жасауда. Бақыт. Оны сезіну үшін көп нәрсе қажет емес. Біз тек қана оны аңлауымыз керек. Аңлауымыз. Кейде аңламаймыз өмірді, шүкіршілік етуді ұмытып қоямыз. Бүгін біз сөз еткен инсанлар перзенттері жанкүйері, хақиқи қаһарман, ата-ана. Біз халық арасынан жаңа қаһарманларды жаратамыз. Бұл өзіміздің қаһарманлары.